Қайырлы күн баршаңызға достар. Бүгін сіздермен Перизат. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетсеңіздер болады. Өте мен үшін маңызды. Алда менен өте керемет тағамдар рецептісімен бөлісетін боламын. Менің видеомды соңына шейін көріп, осылай жасауларыңызды сұраймын. Бір істегеннен жасалынатын рецептілер. Осылай біз жола сүтімізді міндетті түрде, тұзымызды, кішкене шекерімізді салып, араластырып, сұйық майымызды қойып, жұмсақ қылып қамыр илейтін боламыз. Ашытқымызды салып жібердім. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп дайындап алатын боламыз. Осылай араластырып, енді қолымыздың көмегімен жақсылап қамыр илейтін боламыз. Күлше нан рецептісімен бөлісетін болам сіздермен. Өте керемет болып шығады. Балалық шақтағы күлше нанымызды еске түсіріп, сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Балдарыңызды қуантып, осылай сұйық майымызды құйып, жақсылап қамырымызды илейтін боламын. Қамырымыз жып-жылтыр болады. Жұмсақ. Мен құрамын бәрін описание бөлімінде қалдырамын. Сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Ал енді мен үстін жауып, жарты сағатқа қамырымызды ашытып қоямын. Ал енді ашыған қамырымызды бөліктерге бөліп, домалақ етіп аламыз. Менің YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер. Осылай бөліктерге бөліп, қазір домалақ етіп аламыз. Ал енді жайлап табамызға жайғастыратын боламыз. Ал енді табамыздың жайғастырып 10 минут үстін жауып қойсаңыздар, осылай әдемі болып көтерілетін болады. Ал қолымыз, саусақтарымыздың көмегімен осылай ортасын барлығын басып шығатын боламын. Барлығын осылай нан шекішпен ортасын барлығын шекіп аламын. Ал онда оны шекмесеңіздер, сініп кетуі мүмкін. Жұмыртқаның сарысын жағып, пешімізді осы арада қыздырып қоямын 180 градусқа. Осылай барлығының бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамын. Егер де үйде жұмыртқа болмаса, айранның кішкене алып, айран жақсаңыздар да, беті жып-жылтыр керемет болып шығады. Осылай барлығына жұмыртқаның сарысын жағып шықтым. Ал енді мак немесе күнжіт бетіне салып 180 градуста пісіріп алдым. Сіздермен болған Перизат. Менің видеомды соңына шейін көріңіздер.